Досым қолындағы сіріңкесін көрсетті де, маған мына сіріңке де ұстаз. Сіріңкені көрсем болды, бір оқиға есіме түседі деді. Ол не оқиға еді деді мен телей сұрап. Ол баяндай жөнелді. Баяғыда базарда жүрген шағымда Ережеп деген бір саудагерді танитынмын. Ақшадан қысылғандар сол кісіге келіп жиі қарыз сұрайтын. Бір күні мен Ережеп ағаның құжырасында кілем жамап отырған едім. Бір жас жігіт келді де, амандасып болған соң, мен пәлен деген кісінің атынан келіп тұрмын. Маған тері сатып алу үшін 60 000 теңге қарызға бере тұрыңызшы деді. Кепілге не қоясың деп сұрады Ережеп аға. Жігіт сасқан жоқ. Кепілге қояр затым жоқ. Мені жіберген адам Ережеп аға адам таниды. Қайтаратыныңа сенімді болса, ойланбай қарыз береді деген. Қателескен бе? Деді сұраулы жүзбен. Дәл қазір ақшам жоқ, тал түсте кел, сол кезде көрерміз деді Ережеп аға. Жарайды, келемін деп әлгі жігіт кетіп қалды. Түс ауып, күн еңкейген сәт еді. Біз құжыраны жабуға қамданып жатқанбыз. Кенет әлгі жігіт келе қалды. Ол Ережеп ағаға таяп, таңертең қарыз сұрап келіп едім, есіңізде ме деді. Ережеп аға соңғы кілемшені орап болды да, есікті жап деді маған. Сосын жігітке бұрылып, қарыз бере алмаймын. Жүзе білген суға кетпес, уәдесіз ер сертіне жетпес деген. Мен саған тал түсте кел деп едім, сен сірә қарызды қайтармайсың, деді қабағын шытып. Жігіт таңданысын жасырмай, неге қайтармаймын? Оллахи биллахи қайтарамын деді ант су ішіп. Өзің ақшаға мұқтаж бола тұра, келіскен уақыттан кешігіп келдің. Қайтарар кезде не боларын Құдай білсін. Адамдықтың белгісі иіліп сәлем бергені, шын ниеттің белгісі көп кешікпей келгені деген, деді де кетіп қалды. Жас жігіт Ережеп ағаның соңынан еріп, қоярдай қоймай өтінді. Ережеп аға жұмсарып, ендеше ертең таңертең кел, сол кезде көрерміз деді. Бұл жолы жігіт кешікпеді. Ережеп аға, сәл күте тұр, базардың арғы басына барып келейін деп шығып кетті. Мен кілемдерді сыртқа тасып жүрмін. Әлгі жігіт біраз отырған соң жалығып, айналып жүре бастады. Бір кезде қалтасынан сіріңке шығарып, бір талын жақты. Оның жанғанын соңына дейін тамашалады. Сосын екіншісін шығарды, үшіншісін жақты, сөйтіп сіріңкемен ойнап отырды. Ережеп аға келгенде жігіттің қолында бір тал сіріңке жанып жатқан еді. Ал аяғының асты жанған сіріңкеге толып қалған. Ережеп аға оған зілдене қарап, мына сіріңкені кімнің ақшасын алдың? Деп сұрады. Өз ақшам алдым деді жігіт. Ендеше саған қарыз бере алмаймын. Өз дүниеңе жаның ашмаса, басқаныкі не боларын Құдай білсін. Жаны ашмастың қасында басың ауырмасын деген, деді. Солай досым, бір сіріңкенің өзі көп нәрседен хабар береді екен, деп досым оқиғасын аяқтады.